Төртінші есеп. Мұғалімнің үстелінде тексеруге 56 дәптер жатыр. Сабақтан кейін бірінші сағатта мұғалім барлық дәптердің 7-ден 2 бөлігін, екінші сағатта қалған дәптердің 40%-ын тексерді. Ал қалған дәптерлерді келесі күні тексеремін деп шешті. Әлі тексерілмеген неше дәптер қалды дейді. Бізде бірінші амал, ол сабақтан кейін бірінші сағатта барлық дәптердің 7-ден 2 бөлігін тексерген болса, онда бізде барлық дәптер 56, оны 7-ден 2-ге көбейтсек, 56-ны 1-ден 56 деп жазуға болады. Мұнда 56 мен 7 қысқарады, мұнда 8, мұнда 1, тең 16 болады. Яғни 16 дәптер бұл бір сағатта тексерілген дәптер саны. Бірінші сағатта. Енді айтады, екінші сағатта қалған дәптердің 40%-ын тексерді дейді. Егер бізде барлығы 56 дәптер болған болса, және оның 16-сы тексеріліп қойған болса, онда бізде екінші амал 56-дан 16-ны азайтамыз. 40 дәптер. Бұл қалған дәптер. Тексеруге қалған дәптер. Енді айтады, екінші сағатта қалған дәптердің 40%-ын, яғни осы 40 дәптердің 40%-ын тексерді дейді. Онда бұны пропорция арқылы шығарамыз. Барлық қалған дәптер 40 дәптер ол 100% болады. Осының 40%-ын табу керек. Қырықты 40-қа көбейтіп, оны 100-ге бөлеміз. Мұнда 10-ға қысқартамыз, 10-ға қысқартамыз, мұнда да 10-ға қысқартамыз, мұнда да 10-ға қысқартамыз, сонда 16 болады. Яғни екінші сағатта да мұғалім 16 дәптер тексерген. Осыдан кейін қалған дәптерді келесі күні тексеремін деп шешті дейді. Әлі тексерілмеген неше дәптер қалды? Онда біз төртінші амал 40-тан 16-ны азайтамыз. Ол 24 дәптер. Яғни мұғалім келесі күні 24 дәптерді тексеремін деп қалдырған. Жауаптардың ішінде С нұсқасы дұрыс.